Егер сен адамдарды кешіре білсең, дүниенің ізеті мен ақыреттің сыйына кенелесің. Құранда Шура сүресінің 40 аятында, сонда кім кешірім етіп жарасса, онда оның сыйлығын Алла береді деген. Шекспир, өзің өртеніп кетпес үшін жауларыңа көп от жақпа деп өзгені өртегеннен көрі, өзің бір шам болып жағылғаның абзал екендігін айтса керек. Бір кісі табиғиндерден болған ғалым Салим ибн Абдуллах ибн Омарға, сен жаман адамсың деген кезде, ол, менің шынайы бейнемді сен ғана таныдың деп, өзін жаман адам қатарына санап, өзгені жақсы адам деп санаған екен. Бір кісі Әбу Бәкір Сыдыққа, Алланың атымен ант етемін, сенімен бірге қабіріне қоса кіретіндей етіп сені сөгемін деген кезде, Әбу Бәкір айтады, керісінше ол, сөгісің, өзіңмен бірге қабіріне кірет депті. Амр ибн Асқа бірде бір кісі, сенімен соғысуға өзімді дайындаймын деген кезде, ол, міне, қазір өзіңді жаман нәрсемен шұғылдандырып қойдың деген екен. Генерал Эйсенгауэр, өзіміз жақсы көрмейтін адамдар жайлы ойлап бір минутымызды да босқа өткізбейік деп өзгені жамандауды босқа өткен уақытпен теңеген. Алла тағала Фұрқан сүресінің 72 аятында, бос, пайдасыз сөзге кездессе, ол жерден абыроймен өтеді, және осы сөзінің 63 аятында. Олар білместер тіл тигізсе де, ол бейбітшілік деп дұрыс жауап береді деген. Сондықтан білместердің, надандардың айтқан сөздеріне ашуланып, олармен жанжалдасудың пайдасы жоқ. Конфуций, ашулы адамның тілі әрдайым уға толы болады деген екен. Бір хадисте пайғамбарымыз, ашуланба, деген. Тағы бір хадисте, ашу лапылдаған оттың шоғының бірі делінген. Расында шайтан лағнет адамды 3 жағдайда жеңеді: ашуланғанда, шахуаты көтерілгенде және бейғандықта болған.